Ғайбаттың түрлері. Жалпы ғайбаттың түрлері. Ғайбат саласына кіретін нәрселер діни істерге де, дүниелік істерге де қатысты болуы мүмкін. Ұлы ислам ғалымы Имам Ғазали Ихия Улумид-Дин атты еңбегінде ғайбатты 6 түрді қарастырады. Біріншісі физиологиялық, дене бітімге қатысты мәселеге қатысты ғайбат. Бір адамның бойындағы кемшілігін пәлен адам қылый, соқыр, таза, беті бесеу, бойы қысқа немесе ұзын деген сөздермен айту ғайбаттың осы түріне жатады. Адамдарды бұлайша ғайбаттау бұл дүниеде оның берекесін кетірсе, о дүниеде масқаралыққа душар етеді. Әзірет Айша анамыз бір күні София анамыздың бойының қысқалығы туралы айтқан кезде Алла Расулы оған былай деген: сенің осы айтқан сөзіңді теңізге қосса, теңіздің суын тұтас былғар еді. Ислам ғалымы Ибн Сирин бірде-бір кісі туралы айтып тұрып, әлгі өңі қара адам бар ғой деп қалады. Артынша дереу тәубаға келіп, мен сірә ғайбаттадым деп қателігін дереу түзетеді. Ахлақ, мінез-құлыққа қатысты ғайбат. Біреу туралы мінезі жаман, ашушаң, сараң, тәкаппар, мақтаншақ, қорқақ, әлсіз деу ғайбаттың осы түріне жатады. Сол себепті адамдарды бұлайша да ғайбаттамау керек. Муаз ибн Жабалдың жеткізуі бойынша, бір күні бір кісінің әлсіздігі туралы әңгіме болады. Естіп тұрған Алла елшісі дереу, бауырыңызды ғайбаттадыңыз деді. Сахабалар, ол біз айтқандай емес деген кезде пайғамбарымыз, ендеше оған жала жаптыңдар деп ескертті. Діни мәселелерге қатысты ғайбат. Үшіншісі, біреу туралы оразасын сақтамайды, намазын шала оқиды, зекет бергісі келмейді деу діни мәселелерде жасалған ғайбат болып саналады. Төртіншісі, дүниелік істерге қатысты ғайбат. Әдепсіз, көп сөйлейді, көп ұйықтайды, көп жейді деген сөздерді Имам Ғазали дүниелік ғайбат деп санаған. Келесі, киім мәселесіне қатысты ғайбат. Біреудің киген киім туралы, киімі кең екен, тар екен, ұзын, қысқа, жаман, кір деуде ғайбаттың осы түріне жатады. Бұл мәселеге қатысты Әзірет Айша радиаллаху анха өзінің басынан өткен мына оқиғаны айтады. Ешкімді ғайбаттаушы болмаңдар. Мен бір жолы Алла елшісінің қасында бір әйел туралы, мына әйелдің етегі не деген ұзын деген кезінде Расулла маған түкір деді. Мен сонда бір кесеге түкірдім. Әртүрлі формада және әртүрлі сөздермен жасалатын ғайбаттың түрлері. Ғазалидің жоғарыда берілген ғайбат түрлерімен қатар басқалай формада және басқа сөздермен жасалынатын және қазіргі кезде шығып жүрген ғайбат түрлері де бар. Оларды мынадай тақырыптармен беруге болады. Мен ғайбаттап тұрған жоқпын. Кей кісілер ғайбат етіп тұрса да, ғайбаттап тұрмағанын айтып, мен ғайбаттап тұрған жоқпын. Шындық, ол адам осындай деп өздерін ақтағысы келеді. Бұлай айтқан адамдар егер мұны біле тұра және өзі қалап айтып тұрса, үлкен қателік жасап тұр деген сөз. Өйткені бұлай сөйлеу харам нәрсені адал деп санау. Осы тұрғыдан иманға да зиянын тигізуі мүмкін қауіпті нәрсе. Сол себепті ғайбаттың басқа түрлері секілді мұндай ғайбаттан да сақ болған жөн. Мен мұны оның бетіне де айтамын. Ғайбат мәселесінде кездесетін қателіктеріміздің бірі мен мұны оның бетіне де айтамын деген сөз. Айтылған ғайбатты осындай сөзбен күнәсіз сипатқа айналдыруға тырысу күлкілі нәрсе. Ғайбат бір адамның бетіне айтқан кезіңізде оған ұнамайтын нәрсені сыртынан айту дегенді білдіргендіктен, ол нәрсені бетіне айту сыртынан айтудың күнә екендігін жоққа шығармайды. Анықтамада айқын айтылғандай ғайбат сөз адамның бетіне айтылған кезде ол адамның бұған ренжуі деген сөз. Бетіне айтқан кезде ол адамның көңілін қалдыратын сөз, оның артынан айтылған кезде де одан қатты реніш тудырады. Сол себептен де ғайбат сөзді айтып алып, мұны оның бетіне де айтамын деген сөз ешқандай мәні жоқ еді. Қорғанудың бұл жолы шайтанның алдауы ғана. Көзбен қаспен ымдау. Бір адамды кемсіту ниетімен, қолмен немесе көз, қаспен ымдап мазақ ету де ғайбаттың бір түрі болып табылады. Мұндай сөздер мен қимылдар да ғайбатқа жатады, яғни харам іс. Әзірет Айшаның қасына бір әйел келіп, біраздан соң кетіп қалады. Айша радиаллаху анха қолмен оның бойының қысқандығын көрсеткен кезде, пайғамбарымыз оған бұл әрекетін ғайбат деп санаған. Біреудің қылығын салып көрсету. Біреуді салып көрсету арқылы адамдар күлдіруді де ғайбатқа жатады. Аналарымыздың бірі бір адамды салған кезде пайғамбарымыз мұны жақтырмай, маған қанша дүние берілсе де басқаның кемшілігін сөзбен немесе әрекетпен көрсетпеймін, еліктемеймін деген.
Әрдайым басқа біреудің сөйлеу мәнері, жүріс-тұрысын, дене бітіміндегі кемшілігін салып көрсету, оны кемсіту өте лас іс және ислам ақлағын өзіне сіңдіре алмаудың көрінісі болып табылады. Алла тағала мұндай адамдарды әрбір ел-жұртты менсінбей сынап-мінеуші ишарамен ымдап келемеждеп кемсітудің жағдайы қандай өкінішті. Яғни адамдарды сыртынан ғайбаттаған, кемсіткен, ымдап мазақ еткендердің деп ескертеді және олардың хутама деген тозаққа тасталынатыны білдіріледі. Басқаны кемсітіп өзін жақсы көрсету әрекеті. Риякерлік араласқан өте жаман ғайбаттың бір түрі. Пәленше жасаған кемшіліктерден мені қорғаған Аллаға шүкір деп айту. Бұл сөздерде ол басқаны сынап, өзін таза етіп көрсетіп, риякерлік жасап тұр. Бұл әрекет үлкен өрттен кейін өз үйінен басқа үйдің бәрі жанып кеткен кезде барлық үйлер өртеніп, менің үйім аман қалыпты деп қуанған секілді жағымсыз нәрсе. Бұлай жасаған адам барша адамнан қарғыс алып, адамдардың жек көрінішін тудырады. Әлі айтатын қаншама нәрсе бар. Ең қауіпті адасу жолдарының бірі астарлы әрі жұмбақ сөздермен ғайбаттау. Кейбіреулер адамдар туралы айтып тұрғанда ғайбаттан сақтанған секілді айтатын қанша нәрсе бар. Алайда ғайбат болмасын деп бәрін айтып тұрған жоқпын дейді. Алайда бұлай сөйлеу ол нәрселерді ашық айтқаннан да асқан ғайбат болып табылады. Өйткені астарлап жала жабу ашық түрде жасалған мың жаладан да жаман. Өйткені мұндай астарлы сөз алдындағы адамның ойына айтып тұрған қыстекелік пе, зинақорлық па, ішімдік пе, құмар ма деген сияқты ойлар туындыруы мүмкін. Мұндай әдіс екі жақтың қатынастарын да қоғамдық келісімді де құртады. Баспасөз арқылы ғайбаттау. Адамның екі тілінің бірі оның жазған нәрсесі болып табылады. Оны қолдану арқылы адамдарды ғайбаттау өте қауіпті ғайбат түріне жатады. Қазіргі кезде ең көп қолданылып жүрген ғайбаттың түрлерінің бірі. Өкінішке қарай осы болып отыр. Қазір жазу деген нәрсе кең құлаш жайды. Жазбаша және теледидар арқылы бір-бірімен шайқасып жүрген жеке адамдар мен жұрттар қаншама. Өкінішке қарай күн сайын баспасөз арқылы қаншама ғайбат сөздердің куәсі болып жүрміз. Ислам ақлағы мүминдерге жеке адамның өзімен емес, пікір идеялар арқылы күресуді ұсынады. Бұл тұрғыдан әсіресе баспасөздегі құрметті тұлғалар міндеттерін атқарған кезде анық әрекет етуі керек және жеке адамнан гөрі идеяның қате екендігіне, негізсіздігіне және шиеленісіне назар аударулары керек. Бұрынғылар айтып жеткізу әдісі адамның айнасы деген. Мүмин барлық жағдайда да орнымен сөйлей білу керек. Мақсатын қалай жеткізуді білгені дұрыс. Қоғам теледидар, газет және ғаламтордан қатты ықпалданатындықтан тиісті тұлғалар жазғанына, сөйлеген сөздеріне өте мұқият болуы тиіс. Керісінше жағдайда күнә жеке адамның емес, қоғамды қамтып уақыт өте келе үлкен қылмысқа айналады. Ғайбаттағаным емес, бірақ сонымен қатар мынадай сөздерде мен берілетін ғайбат түрі бар. Кейде кей адамдар өздерін кінәсіз етіп көрсетіп, ғайбаттың батпағына белшесінен батып жатады. Бір мүмкіндік туа қалса, дереу біреуді жерден алып жерге салуға даяр тұрады. Мұны жасаған кезде өздерін ақтап алып, ойымда ешқандай жаман ниет жоқ. Алайда деген сөздермен бастап басқалар туралы айтпаған сөз қалмайды. Осылайша бар адамды ғайбаттап бітіреді. Қарасаңыз, өзінен өткен жақсы адам жоқ. Ғайбат емес, бірақ деуінен танбайды. Алайда бұл барып тұрған екі жүзді ғайбат, тіптен теңдесі жоқ. Мүмин құлдың өте аулақ тұруы керек күнә. Жанама жолдан мәселенің бағытын ауыстырып, уақиғаларды өзгертіп, өзін судан таза сүттен ақ етіп көрсетіп ғайбаттау араға іріткі салудың нағыз өзі. Ең қауіпті әрі ең ауыр ғайбат. Ең қауіпті, ең ауыр ғайбат түрлерінің бірі заңды тұлғаны немесе сол тұлға өкілдік етіп отырған қауымды ғайбаттау болып табылады. Мұндай ғайбаттың түрін мынандай мысалмен түсіндіруге болады. Ғайбаттың тағы бір түрі бар, басқалармен салыстыруға келмейтін үлкен күнә. Бір хадисте мұндай ғайбаттың 20 зинақорлықтан да ауыр күнә екені айтылған. Мысалы, бір қауымға бір әрекетке немесе бір жамағатқа өкілдік етіп отырған адамды ғайбаттау осыған жатады. Өйткені ол адамның тағдыры сол жамағатпен біте қайнасып кеткен. Сол себепті де ол туралы айтылған ғайбат сөз бүкіл жамағатты ғайбатқа тағанмен тең саналады. Мұндай күнә жасаған адам сол топтардағы барлық адамның жеке-жеке кешірім сұрамайынша жұмаққа кіруі қиын болады. Өйткені пайғамбарымыз ғайбаттан сақтаныңдар, өйткені ғайбат зинақорлықтан да ауыр. Адам зина жасап тәубаға келіп қайтадан жасамаса, Алла тағала оның тәубесін қабыл етеді. Ал ғайбат жасаған адам сол ғайбаттаған адамынан кешірім алмайынша бұл күнәсі кешірілмейді деген.
Сол себепті мүминдер сондай жаман жағдайға душар болмау үшін ғайбаттың барлық түрінен жерініп, тілдерін сондай жаман сөздерден арылтып, жаман ой түсініктен аулақ болуға тырысу керек. Зинақорлықтан да асып түсетін ғайбат түрінен сақтану үшін ең кішкене өсектің өзінен сақтанып, байқамастан ең үлкеніне шалдығып қалмауға күш салу қажет. Сол бәледен сақта деп Алла тағалаға әрдайым сеніп жүрген жөн. Ғайбат иманы орныққан мүминде болмауы керек вирус болып саналады. Ади ибн Хатим радиаллаху анх ғайбатты төмен, ақымақ адамдардың өрісі деп қабылдайды. Арлы намысты адамдар басқалардың сыртынан сөйлемейді. Алда-жалда біреудің бір кемшілігін немесе қателігін көрсе, бұл туралы оның өзіне ескертеді, немесе үшінші тұлғаны себеп етіп оларға ескерту жасайды. Жолдасының арқасында тұрған шаянды көрген адам оған күлмейді, қайта дереу айтып шаянды алып тастауға көмектеседі. Егер жолдасы ала алмаса, жәрдем береді. Шынайы дос пен нағыз мүмин солай жасайды. Жаны ашымастық нағыз жолдастың жасайтын іс емес. Кезінде мұнафықтар иман келтірушілермен бірге тұрғанда біз де мүминбіз деп шайтандарымен оңаша қалғанда біз сендермен біргеміз. Біз бар болғаны иман еткенсіп оларды мазақ етіп жүрміз деп екіжүзділік жасаған. Сондықтан мұндай әрекет иманды адамда болмауы тиіс. Кәміл иманға ие адам бауыры жоқ жерде олардың намысын таптайтын сөздерді айтпайды. Дұрыс әрекет жасап, барлық жерде әрдайым бауырының құқығын қорғап жүреді. Жүрек ғайбаты. Алланың құзырында әркім өз жағдайына қарай есепке тартылады. Кейбір хақ достары басқалар туралы бастарына келген жағымсыз ойды да ғайбат деп санап, оларды жүректің ғайбаты деп атаған. Бұл деңгейдегі адамдар жағымсыз ойды да жек көре қабылдап, сол үшін Алладан кешірім тілейді. Барлық нәрсе ой санадан басталатындықтан, жаман нәтиже беретін түсініктерді әу бастан тоқтатып, оның тамырына балта шабудың өзі маңызды. Жаман ойдың жүректе орнықпау үшін және жаман ойдың келесі сатысы болып саналатын ғайбатқа есік аспау үшін о бастан ойын тексерістен өткізу әрбір мүминге тән әрекет. Хақ тағала осылай аяғын анық басатын тақуаларды өз сүйіспеншілігі мен рақымшылығына бөлейтіні күмәнсіз.